Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан пирогтардың бірі карамельный пирогын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, бір жасағаннан-ақ керемет болып шығады. Және де дәмі өте керемет дәмді болып шығады. Осы видеоның маңызды сәтін жіберіп алмау үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен пирогымыздың үгілмелі қамырын дайындау үшін бізге сары май, қант, жұмыртқа, қопсытқыш және ұн керек болады. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып алып, үлкен ыдысымызға саламыз. Енді тоңазытқыштан шыққан сары майымызды ұнымызға салып, жақсылап қолымыздың көмегімен ұнымыз бен сары майымыз жақсы біріккенше жақсылап тұрып крошка жасайтын боламыз. Одан кейін бір ыдысымызға қантымызды салып, және де жұмыртқамызды қосып, жақсылап қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Енді осы сұйықтығымызды жаңағы дайындап алған үгілмелі қамырымызға қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз кішкене қолға жабысып иленеді. Қамыр өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Қамырымызды илеп болғаннан кейін пакетке салып, тоңазытқышқа 10-15 минутқа қоямыз. Енді қамырымыз дайын болғанша пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сапалы варенка, 20-25% қаймақ, ваниль қанты, 2 жұмыртқа және жүгері крахмал керек болады. Варенканы таңдаған кезде сапалы варенканы таңдаңыздар. Өйткені нашар варенкамен пирогтарыңыз шықпай қалуы мүмкін. Мен әрдайым Три желания, Любовинка немесе Деповскийдің варенкасын қолданамын. Сол кезде пирогтарыңыз бірден керемет болып шығады. Қаймақты да таңдаған кезде 20-25%-тен кем болмауы керек. Ваниль қанты, жүгері крахмалы және 2 жұмыртқа саламыз. Жүгері крахмалын қоспасаңыздар да болады. Жүгері крахмалы пирогты сынып кетпеу үшін қосылады негізі. Қоспасаңыздар да болады. Бірақ мен әрдайым қосып жасаймын. Пирогым әдемі шығу үшін. Барлығын жақсылап блендер немесе миксердің көмегімен араластырып аламыз. Енді қамырымызды тоңазытқыштан алып, оқтаумен немесе бірден формаға салып, қолдарыңызбен жайып шықсаңыздар да болады. Маған оқтаумен ыңғайлы. Сол себепті енді ол өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жайып алсаңыздар да болады. Менде форманың размері 24 см, 26-24 см-ге де бола береді. Осымен қамырымыз дайын. Алдын ала қызып тұрған пешімізде конвекция режимінде 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өздеріңіз бақылап қарап отырыңыздар, пирогтарыңыз қатты күйіп кетпесін. Менде шамамен 35 минутта пісіп шықты пирогым. Пирогтарыңыз піскен кезде алғашқыда осындай көтеріліп пісетін болады. Бірден формадан алмаңыздар. Бөлме температурасында толық суығаннан кейін тоңазытқышта кемінде 3-4 сағат ұстайсыздар. Содан кейін ғана барып формадан алып, дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Осылай қалауларыңызға қарай пирогтарыңызды сәндеп, дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Пирог өте дәмді, енді керемет болып шығады. Міндетті түрде жоғарыда айтылған қағидаларда ұстансаңыздар, пирогтарыңыз бірден осындай керемет болып шығады. Ең бастысы сапалы варенка және 25%-тен кем қаймақ болмау керек. Сонда сіздердің пирогтарыңыз өте әдемі, керемет болып шығады. Егер менің рецептім ұнап жатса, лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.
менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.